Мен Серікбай Нейля 8-ші А сынып оқушысымын. Мен Жүніс Сахиевтің Айдағы жасырынбақ шығармасын таңдадым. Жүніс Сақұрпағы Сахиев 1950 жылы 1 наурыз Алмалы ауылы Бәйдібек ауданы Түркістан облысында дүниеге келген. Мен бұл шығарманы таңдаған себебім, оның мазмұны өте қызықты әрі қиял-ғажайып оқиғаларға толы. Автор балалардың арманы мен қиялын шынайы жеткізеді. Шығарма мені ғарыш әлеміне жетелеп, жаңа дүниелерді елестетуге, ойлануға мүмкіндік берді. Сонымен қатар, білімге, ізденіске деген қызығушылығымды арттырды. Сол себептен осы шығарманы таңдадым. Бұл шығармада бір топ бала түнгі уақытта аспан әлеміне, яғни айға барып, сол жерде жасырынбақ ойнайды. Балалар айда жүргенде түрлі ғажайып жайттарға тап болады. Айдағы тіршілік пен кеңістік оларды таң қалдырады. Олар ойын барысында айдың табиғатын, ондағы тыныштықты сезінеді. Соңында балалар жерге қайтып оралып, болған жайттарды естелік ретінде сақтайды. Бұл шығарманың негізгі идеясы балалар қиялдың шексіздігін, армандау мен ізденудің маңызын көрсету. Автор баланың қиялы мен шындықтың арасындағы нәзік байланысты суреттейді. Сонымен қатар, шығарманың идеясы табиғатты сүюге, аспан әлемін тануға қызығушылық ояту.